Армысыздар, құрметті әлеуметтік желі қолданушылары, ауданымыздың тұрғындары. Бүгінгі тікелей эфирде Антикор Лайф айдар бойынша жол адалдық алаңы. Жобаның негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлық деңгейін төмендету, сыбайлас жемқорлыққа деген жалпы төзбеушілікті қалыптастыру. Билікке азаматтардың сенімін арттыру, азаматтар және бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасау. Мемлекеттік органдардың ашықтығы, қоғамдық бақылау жүргізу. Бүгінгі Facebook парақшасында тікелей эфиріміздің тақырыбы COVID-19 коронавирусының күрес шеңберінде эпидемияға қарсы емдік шараларды ұйымдастыруда Жылой аудандық емханасы қызметінің қоғам алдындағы ашықтығы мен қолжетімділігі. Бүгінгі спикерімізді таныстырып өтейін. Үкібаев Нұрбек Алексейұлы, Жылой аудандық орталық аурухана директоры, сіздерге бүгінгі тақырып аясында жауап беретін болады. Егер тақырыпқа байланысты сұрақтарыңыз болса, Facebook парақшасында тікелей эфирде комментарий ретінде қоя аласыздар. Енді Нұрбек Алексейұлы, бүгінгі эфирімізге қош келдіңіз. Сұрағымызды қойып бастай берейік. Қазірше көрермендер сұрақ қойғанша. Қазіргі таңда ахуал қалай өзі? Қанша орын бар, қанша орын бос, орын болмай қалатын кездер бола ма? Қайырлы күн, әлеуметтік желіні пайдаланушылар, құрметті жылылықтар. Қазір жалпы эпидахуал бойынша қысқаша ақпарат беретін болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазір облыс бойынша да эпидахуал күрделі. Осы Жылой ауданында да қазіргі таңда коронавирус инфекциясын жұқтырған үй жағдайында 519 адам бақылауда, оның ішіндегі 400 науқас симптомды және 119 науқас симптомсыз. Және осы аурулармен тығыз контакты болған 581 адам үй жағдайында карантиндік жағдайда. Енді ковид жағдайының таралуы бойынша ауылдық округтерге айта кететін болса, күні бүгін Қосар қаласы бойынша 550 жағдай тіркелген болатын. Қазір күні бүгінге шейін солардың карантиндік сұрағы біткендері бар. Енді жаңа Қаратау бойынша 28 ошақ, Тұрғызбау бойынша 15 ошақ, Шоқпартоғай ауылдық округ бойынша 28 ошақ, Ақкесті ауылы бойынша 7 ошақ, Майкөбе бойынша 2 ошақ, Қосшағыр бойынша 31 ошақ анықталып қазір дәрігерлердің бақылауында. Енді қазіргі таңда ауруханалардағы орын туралы айтып кететін болсақ, өздеріңіз білесіздер, қазіргі аудан көлемінде тұрғызылып жатырған 210 инфекциялық аурухана осы пайдалануға берілгеніне 3 күн болды. Қазіргі өздеріңіз білесіздер, колледж жанындағы жатақханадан және бұрынғы туберкулез стационарының жанынан ашылған ковид стационарымыз бүгін толықтай көшіріліп, қазір орталықтандырылған 200 орындық инфекциялық ауруханаға көшті. Күні бүгінгі таңда 117 науқас ем алып жатыр. Қосымша орындар бар, мүмкіндік бар қабылдауға. Және типтік осы инфекциялық аурухана болғаннан кейін заманауи медицина құралдарымен қамтылған компьютерлік томография, цифрлы рентген, реанимациялық құрал жабдықтар толығымен қамтамасыз етілген. Сол 117 науқастың қазір күні бүгін 10 науқасы ауыр жағдайда, реанимациялық жағдайда ем алып жатыр. Қысқаша болса. Халық бос орындары біліп отырсын деп, яғни ашық болу үшін Атырау аудандық алған ауруханада бос орындар санын үнемі жариялап отыр. Енді қанша сіздерге ескертіп айтып, сол бос орындарды беріп отырыңыздар десек, сіздердің тараптарыңыздан ақпарат берілмей қалып жататын күндер болады. Сол не себеп тоже орын болып жатса. Әрине, күнделікті жұмыс барысында берілмей қалған күндер болатын шығар. Ол үшін кешірім сұраймыз, күнделікті берілуі тиіс ақпарат. Деп тұрғанмен қазір 145 орындық орталық ауруханада мына ковид жағдайына байланысты жоспарлы емделу жұмысы шектелді. Күні бүгін 145 орындық ауруханада 47 науқас бар, қалған орын бос. Көбі қазір жаңағы ковид жағдайына байланысты қазір 200 орындық инфекциялық ауруханада айттым ғой, 117 науқас жатыр, қалған қабылдау мүмкіншілігі бар орынға. Күнделікті енді бүгіннен кейін беріп тұрған мүмкіншілігі жасаймыз. Әлеуметтік желіден айтып жатады, ауруханада орын болмай қалса,
үйде қалай ем алады, дәрі-дәрмектің қай түрі көмектеседі деген сауал келіп түскен. Мына коронавирус инфекциясына байланысты сұрақ, иә? Әрине, қазіргі амбулаториялық деңгейдегі ковид ауруларды бақылау емдеу протоколы шықты, және оны учаскелік дәрігерлері емхана жағынан және мобильдік топ құрылып бақылауға алынады. Яғни коронавирус инфекциясының симптомсыз немесе жеңіл түрлері амбулаториялық емдеуге болады және стационарлық емдеуді қажет етпейді. Және осы емдеу барысында қандай да бір науқастың шағымдары көбейіп, тыныс жетіспеушіліктері немесе сатурация көрсеткіштеріне байланысты стационарлық жолдама беру, бұл мобильдік топтардың және учаскелік дәрігердің құзыретіндегі зат, ол бақылауды жүргізетін мобильдік топтың негізінде. Яғни үйде адам ауырып жатса, оған алгоритм беріледі ме, осымен дәрімен емдейміз деп? Иә, науқасқа ең бірінші аурудың симптомдарын, шағымын сұрау арқылы және қазіргі жағдайдағы клиникасына байланысты жағдайына баға беріп, егер дәрігер жаңағы коронавирус инфекциясының жеңіл түрі деген шешімге келетін болса, жағдайды түсіндіріп, амбулаториялық деңгейде ем беріледі. Үйде ем алушыларға дәрі тегін беріледі ме? Әрине, амбулаториялық деңгейде ем берілу үшін көп дәрі берілмейді. Қазіргі клиника протоколы бойынша, жеңіл бойынша ибупрофен, жаңа қызуы көтерілген жағдайдағы парацетамолды және антикоагулянт дәрілері, қан сұйылтатын дәрілер беріледі. Және жаңағы рекомендация, ақыл кеңестері, яғни құнарлы тамақтану, тыныс жаттығулары және сұйықтықты көп ішу деген сияқты рекомендация беріледі. Ары қарай науқастың тұрақты түрде температурасы ұстаса, 38-ден жоғары температура болған жағдайда, жөтел және әлсіздік белгілері өршіген жағдайда компьютерлік томография зерттеуден өтеді. Және оның қорытындысы бойынша ауруханаға жатқызылу керектігін сол дәрігер шешіп жатқызады. Карантин жағдайында қанша ошақ бар? Оларда бақылау қалай жүргізілуде? Қазір жаңа айттым ғой, карантин жағдайында бүгін ковид анықталған 519 үй бар, және олардың тығыз байланыста болған 581 тұрғын бар. Бұл учаскелік дәрігерлермен және мобильдік топтардың бақылауында болу керек. Ең бірінші эпидтачак анықталғаннан кейін күнделікті учаскелік дәрігердің бақылауында болып, жаңағы қашықтықтан бақылау дейді ғой. Бірінші жаңағы телефон арқылы бақылау, видео связь арқылы. Оның шағымын сұрау, температурасын анықтау, жаңағы шағымдарын сұрау арқылы, егер де манағыдай ауырсыну белгілері болған жағдайда мобильдік бригадаға жіберіледі. Мобильдік бригада барып, қарап, сатурациясын өлшеп, температурасын өлшеп, ауырлық дәрежесіне байланысты жағдайына баға береді, және жаңағы айтқандай амбулаториялық деңгейде қалдыра ма, немесе стационарлық көмек қажет етеді ме, науқас сол мобильдік топты шешу керек. Енді жаңағы соған науқастарды телефон арқылы болсын, қалайда болсын бақылауға үлгеріп жатыр ма дәрігерлер? Әрине, эпидтачактағы науқастарды күнделікті бақылауда, яғни қазір бізде учаскелік дәрігерлерді өздеріңіз білесіздер, қазір жаңағы қызметі өте пост-ковид жағдайына байланысты жаңағы ауыр жұмысшылар жүріп жатыр. Түске дейін осы мобильдік топтың жұмысы, түстен кейін жаңағы учаскелік өзінің қабылдауына барады. Эпидтачактың көбеюіне байланысты оларда қазір ұзартылған жұмыс күйінде жасалады. Ежедневный обзвон, жағдайына баға беру, мобильдік топта бар. Енді әрине қазір эпидтачак көп, жаңағы техникалық мәселелер үйді аралауға, көлік мәселелеріне қиындық болды. Күні бүгін енді әкімшіліктің қолдауымен теңіз жауапкершілігі шектеулі ТШО мекемесі арқылы қазір 4 автокөлік келді, 4 микроавтобус.
яғни бұл мобильдік топтың жұмысының сапалылығына серпін береді, үй аралауға мүмкіндік туады деген сөз. Қосымша автокөліктер келеді қазір. Неше мобильдік топ бар? 11 мобильдік топ бар. Және бұл қала бойынша, және 6 ауыл округтегі 6 мобильдік топ бар. Онда 17 бар. Жаңағы 4 автокөлік жеткілікті бола ма осыған? 4 автокөліктен басқа жергілікті әкімшіліктің жанынан қызметтік мемлекеттік қызметкерлердің қосымша автокөліктері бөлінді. Күні бүгін қазір жаңағы ыңғыру мекемесінен бір пикап машинасы және білім бөлімінен бір қосымша тағы бір машина, әкімшілік жанынан 2 машина жүр. Яғни сол бар көлікпен мүмкіншілігінше жұмысқа атқарамыз. Фейсбуктан мынандай сұрақ қойылған екен, Құлсары жаңалықтар деген парақшасында. Сіз кеше ғана көрдім. Тұрғынның сауалы, мен 7 тамыз күні ауырып тұрған соң ПЦР тапсыруға барып тапсырдым дейді. Оның нәтижесі тек қана бүгін, яғни 9 тамыз белгілі болды. Нәтиже оң көрсеткен соң учаскелік врач телефонын іздеу салып тауып алды. Оны тауып, сосын енді не істеймін десем, терапевт маған мобильдік топ бар, солар өздері хабарласады деді. Кешке дейін күттім. Ешкім хабарласпады. Мындай жағдайда не істеуім керек? Кімге хабарласу керектігі бойынша одан поликлиника парақшаларында ешқандай ақпарат жоқ. Мобильдік топқа қалай хабарласуға болады? Жаза кетсеңіздер деген. Сұрағыңызға рахмет. Егер де үй жағдайында қандай да бір тұрғын ковид ауруының симптомдарын байқаған жағдайда, ең бірінші бұл өзін изоляциялау керек және учаскелік дәрігеріне телефон арқылы хабарлама жасау керек. Яғни ковид белгілерінің симптомдарын айтып, осындай байқалғанда туралы. Және учаскелік дәрігер ол науқаспен тікелей қатынаста болып, мобильдік топ арқылы жіберіліп, ПЦР сынамасы үй жағдайында алыну керек. Үй жағдайында алыну керек, сосын оның сынама нәтижесі әрине қазір Олимп жауапкершілігі серіктестігі арқылы жасалынып жатыр. Бұл бір күн шамасында результаты шығу керек. Результатына байланысты жаңағы учаскелік дәрігері және мобильдік топ оның ауырлық дәрежесін жеңіл түрі ме, орташа түрі ме және ауыр түрі ме ковидтің сол симптомына байланысты емдеу тактикасын шешу керек. Ол солай ғой, бірақ мына жерде тұрғынның сауалы ешкім келмеді дейді. Енді қолдар басқа жерге кетіп қалатқан үлгере алмай жатқан болуы мүмкін. Бірақ сондай кезде қалай хабарласады сол мобильдік топқа? Ең бірінші мобильдік топ учаскелік дәрігер арқылы. Бұл арадағы негізгі жауапты жаңағы тұлға бұл учаскелік дәрігері. Бұл учаскелік дәрігері осы учаскесіндегі науқастармен тікелей байланыста болу керек. Жаңағы айтқан күнделікті телефон арқылы байланыс, жағдайын білу арқылы, егер де жаңағы мобильдік топты бару керек деген жағдайда, жаңағы ПЦР сынамасы немесе шарының өсуіне байланысты жағдай нашарлаған жағдай болса, мобильдік топты үй жағдайына жібереді. Яғни барады, қарайды, ПЦР сынамасы алынады, компьютерлік томографияға апарады және ары қарай осының нәтижесі арқылы ары қарай шешу керек. Яғни мобильдік топ келмей жатырса, учаскелік дәрігерге сол арқылы учаскелік дәрігеріне мобильдік топты жіберу керектігін талап ету керек. Жерде қазір ғана осы сұрақ келіп түсіп жатыр. Үй жағдайында емделіп жатырған ковидке шалдыққандарға системаның қандай түрлері тегін қарастырылған? Система салуға учаскелік дәрігер қарастырылған ба? Көп балалы және мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға қандай жеңілдіктер қарастырылған, атап өтсеңіздер? Сұрағыңызға рахмет. Мана айттым, осы біздің тұрғындарға да айта кететін жағдай клиникалық протокол арқылы тағайындау беріледі және біздің тұрғындардың ең айта кететін жағдайды үй жағдайында дәрігердің тағайындауынсыз оңды солды жаңағы инъекция алу және жаңағы системалар алу. Егер ковидтің жеңіл түрі болса, орташа жеңілдеу немесе симптомсыз түрі болса, ешқандай да үй жағдайында инъекция немесе система алудың қажеттігі жоқ. Клиникалық протокол бойынша мына айтқан жаңа қан сұйықтардың таблеткалар, ибупрофен
қабынуға қарсы таблетка және қызу көтерілген жағдайда қызу таблеттің парацетамол таблетін ішеді. Және үй жағдайында антибиотиктің салып қажеті жоқ. Яғни бұл жаңағы біздің үй жағдайында цифазолин, жаңа левофлоксацин деген сияқты антибиотиктердің амбулаторлық деңгейдегі қажеттілігі жоқ. Ол тек қана стационарлық деңгейде асқыну болуы мүмкін деген жағдайда ғана қосымша берілетін инъекциялық система. Мына жерде тағы осы көпбалалы және мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға қандай жеңілдіктер қарастырылған дейді? Ешқандай да көпбалалы немесе мүгедек деген не жоқ. Бұл үкіметтің жанынан инфекциялық ауру болғаннан кейін барлығына тегін кепілдендірілген көмек көрсетіледі. Белгілі бір аурулары бар азаматтардың жекелеген санаттарын амбулаториялық деңгейде тегін және жеңілдікпен берілетін дәрілік заттар және медициналық бұйымдар тізбесі бар екені белгілі. Емханада осы тіркеуде тұрған науқастардың тегін дәрілікпен қамтамасыз етілуі қаншалықты ашық, толықтай қамтамасыз етіліп отыр ма? Оның ешқандай құпиясы жоқ. Министрліктің 666 бұйрығы бойынша диспансерлік есептегі науқастар тегін дәрімен қамтамасыз етілу керек. Және қамтамасыз етудің жолы науқастардың учаскелік дәрігері немесе жаңағы өзінің профилі бойынша эндокринолог па, кардиолог па, онколог па есебінен тұру арқылы тегін дәрілермен қамтамасыз етеді. Оның жаңағы тізбегі бар және оны үкіметтің кепілдендірілген ақысыз жаңағы немесімен қамтамасыз етіледі бұйрығына сәйкес. Оны қамтамасыз етілу керек екенін бірі білсе, бірі білмей жатуы мүмкін. Ашықтық деген өзі халыққа қолжетімді жерде, көрінетін жерде жазылып тұру керек қой. Қай жерде көрініп жазылып тұр? Поликлиникада бар ма? Поликлиникада сол бұйрықтың жаңағы распечатанный түрі жаңағы коридорда ілініп тұр. Дәрілердің тізімдері бар ма? Осындай тізімі бар. Тізімі бар. Интернет желісінде не әділет жаңағы сайтында да бар, оны әркімнің танысуға мүмкіндігі бар. Мына жерде жаңа бұл сұраққа жауап беріліп кетті деп ойлаймын. Құлсары қаласының халқына шаққанда неше мобильді топ болу керек дейді, және бізде неше мобильді топ бар дейді. Бұл сұраққа жаңа жоғарыда жауап беріліп өтілді. Құлсары қаласы бойынша 11 деді, ал округтерді қосқанда 6 бар, барлығы 17. Бұйрық бойынша 5000 адамға бір мобильді топ құрылу керек. 5000 адамға бір мобильді топ болу керек. Шаққанда. Сол қазір сол келіп тұр ма? Сол бойынша 11 мобильді топ жасақталды. Мына жерде Қайрат Емшек деген көрерменіміз сұрақ қойғаннан кейін КТ жасап тұр ма? Қалай тіркелеміз? Участковый врач арқылы ма или ЕГОВ арқылы ма? Жаңа айттық, біздерде өзіміздің информациялық жүйеміз бар, жаңа медициналық учаскелік дәрігері немесе мобильдік топ арқылы егерде науқасқа томография түсу керек деп шешілсе, электронды түрде тіркеледі және сол арқылы кезек арқылы түсу керек. Және қазір жасап тұр. Орталық ауруханадағы бір компьютерлік томография жұмыс жасаған еді күнге шейін. Бүгінгі қосымша жаңадан салынған инфекциялық ауруханада да жаңадан қондырғы құрылды. Яғни ауданда 2 компьютерлік томография қызмет жасап тұр. Қоғамда мұндай бар, ашық қосымшасы арқылы мәртебесі қызыл тұрғындар көшеде, яғни адамдар көп шоғырланған жерлерде жүрген анықталуда. Шынымен де болып жатқан жағдай кешегіде анықталып жатыр. Осы қалай қадағаланды? Сіздердің құзыреттеріңізге кіре ме осыны қадағалау? Жалпы әкімшілік жанынан мобильдік топ құрылды ғой. Бұл топтың негізгі міндеті осы қоғамдық орындардағы және карантиндік шаралардың сақталуын қадағалау, мониторинг жасау. Яғни қазіргі эпидахуал күрделі деп айтып отыр. Жаңағы той садақа, орынсыз қоғамдық орындарда адамдардың жиналуы және шектеулі уақыт қойылды қазіргі
сол жаңағы дүкендердің, қоғамдық тамақтану орындарының уақытында жабылуын немесе солардың мезгілсіз уақытта ашылып адамның жиналуына мүмкіндік бермеу, оларды жаңағы мониторинг жасау. Онымен қатар енді үй жағдайындағы науқастарды енді бақылау учаскелік дәрігердің жаңағы мобильдік топтың несінде құзыретінде. Учаскелік дәрігердің құзыретіне кіреді, жаңағы үйінен шықпай үйде отыру. Енді учаскелік дәрігер енді манағы айтқандай 519 ошақты аралап жүруге әрине мүмкіндігі бар деп айта алмаймын мен, бірақ енді ең бірінші осы ауданның тұрғындарына айта кететін жағдай, егер де өздеріңізде осы науқастармен қарым-қатынаста болып немесе ПЦР сынамасы оң нәтиже берген кездердегі ең бірінші өздеріңіздің және айналадағы қоғамдық қауіпсіздікті сақтау шарасы, яғни біздің өзіміздің мәдениетімізге тікелей байланысты, яғни карантиндік мераны сақтап, үй жағдайын оқшаулану керектігін әрбір азамат түсіну керек ең бірінші. Оны физически жаңағы қадағалау өте қиын деп есептеймін өзім. Дұрыс айтасыз, осы орайда пайдаланып мен халыққа да айта кетейік, яғни сіз ауырып жатсаңыз немесе карантинге болсаңыз, үйден шықпаңыздар, яғни ол сіздің де қауіпсіздігіңіз үшін және айналаңыздағы тұрғындарға да ауруды жұқтырмаудың бірден бір жол деп ойлаймын, оны да көйтпеген, яғни індеттен тез шығу үшін. Сондықтан қазір енді мынау мобильдік топтың аудандық акимат жанынан құрылған мобильді топ бар. Ол топта қазір жұмыс жасап жатыр. Әрбір ошаққа телефон арқылы хабарласып, видеозвон арқылы хабарласып, үйде ме, үйде емес пе екенін бақылауға алынуда. Егер үйде емес болып жатса, оғанда төленетін штрафтар бар. Сондықтан да енді ол штраф үшін емес, жалпы осы қоғамдағы індетті әрі қарата жалғастырмау үшін үйде отыруларыңызды сұраймыз. Енді мынау қазір оқуға түсу үшін немесе жұмысқа кіру үшін арнайы медициналық анықтама толтырылады. Еңбекке жарамсыз деген парақша толтырылады. Осындай анықтамаларды, парақшаларды сатып фактісі кездесті ме? Кездессе қандай шаралар болған? Бұл туралы тіркелген факт жоқ. Тексерістер прокуратура қызметкерлерімен келіп тұрады. Яғни құжаттаманың қалай жүргізілуі және негізді ме негізсіз бе. Яғни ондай тексеріс кезінде де және тұрғындар тарапынан да жаңағыдай заң бұзушылық тіркелген жоқ деп айтқан. Елімізде COVID-19 коронавирусымен күрес шеңберінде эпидемияға қарсы іс-шараларға тартылған денсаулық сақтау ұйымдары жұмыскерлердің және тәуекел топтардың жалақысына үстемақы төлеу жүйесі енгізілді. Ауданда қанша медициналық қызметкер үстемақы алуда? Қазір менің қолымдағы ақпарат бойынша ай сайын дәрігерлерге, орта буын қызметкерлерге, кіші медициналық қызметкерлерге қанша ақша төленген туралы анықтама бар. Күні бүгінге шейін осы ковидке қарсы жұмысқа жұмылдырылған медициналық қызметкерлерге жалпы сомасы 71 миллион 569 теңгенің қосымша үстемақысы төленгендігі туралы анықтама. Яғни ай сайын мына жерде январ айынан бастап июнь айына шейін шығып отыр. Ай сайынғы сомасы осылай жазылып отыр. Январ айында 14 миллион 815 мың, февраль айында осындай ақшалары төленіп отыр. Ол туралы мәселе жоқ. Дәрігерлер тарапынан арыз-шағым туындаған жоқ. Мақсатты түрде жұмсалып жатыр. Иә, әрине денсаулық сақтау басқармасы жанынан осы дәрігерлерге төленетін үстемақыны тексеретін комиссия бар. Жауапты мамандар барып жаңағы жұмыстағы тәуел төгіліп, ақшасы сол жерге тәуел тапсырылып, сол жерден бөлінеді. Жаңағы негізді тексерілгеннен кейін. Сіз басшылық ететін аудандағы емханада вакцина жалған паспорт сату немесе сатып алу фактілер
кездестің бе? Ол туралы осы екпе жұмысына жұмылдырылған дәрігерлер мен орта буын қызметкерлеріне түсіндірме жұмысы жүргізілді, жиналыс протокол жасалды, инструктаж өткізілді. Бұның мақсаты осы жаңа коррупциялық тұрғыдағы ненің алдын алу және осы халық денсаулығына нұқсан келтірмеу деген мақсатта. Күні бүгін ондай факт келген жоқ. Мамандарға инструктаж өткізілді, жиналыс өткізілді, ондай факт келген жоқ. Тұрғындардың тарапынан кездеседі ме? Дәрігерлердің айтуы бойынша қазір жаңағыдай факттер болған, жаңағыдай жалған ақпарат, жалған паспорт жасап беруге өтініш есебінде келген тұрғындар тарапынан. Қазір екпе кабинетінде видео бақылау жүйесі орнатылды. Күнделікті келген екпе алған адамдардың саны, алған вакцинаның дозасы аса қадағаланды. Қазір ол жерге камера қойып бақылауға алды. Мынау екпенің вакцинаның ковидпен күресте ең тиімді жолы екені белгілі. Ауданда қанша пайыз медицина қызметкері вакцина алды қазіргі таңда? Қандай вакциналар бар? Осы екпе жұмысы туралы да қысқаша айта кететін болсақ, күні бүгін аудан бойынша 5271 адам алды. Соның ішіндегі жаңағы бұл аудан тұрғындарына шаққанда 22,9% құрап отыр. Ауданға вакцинациялау керек тұрғындардың саны 38.299. Келген вакцинаның саны 10.000-да елу вакцина келген. Соның 8.777-сі 88% игерілді. Толықтай қазір күні бүгін 760 доза вакцина қалды. Бұл спутник V вакцинасы. Бұның ішінде жаңа айта кететін болсақ, медицина қызметкерлері 566 медицина қызметкерлері алынып, қазірге 62% құрауы медицина қызметкерлері. Медицина қызметкерлері 62% жоғары. Қазіргі таңда қандай вакциналар бар? Қазіргі күні бүгін тек қана спутник V вакцинасы бар. Мына парақшамызда тағы келіп түскен сұрақтың бірі, осы 3 күн келіп түскен. Бақытжан Ерғалиев деген азамат сұрақ қойған екен. Вакцинаның 2 курсын алғандарда ауырып жатыр. Егер вакцина құтқарса, елдің бәрі алуға дайын дейді. Сұрақ дейді, вакцина толық тексеруден өткен бе? Болашақта адам денсаулығына зардаптары бар ма? Болса қандай және қиындық келтірмесе, қай вакцина болмасын осы жердің компоненттерін құрамын жаза аласыз ба дейді. Алдын ала рахмет үшін жауап берер деп сенемін. Енді ол туралы көптеген интернет желісінде де талқылаулар бар. Халықтың пікірі осы қазіргі антивакцина дейді, вакцина жұмысына қарсы топ пайда болды. Әрине, ең бірінші бұл өз тарапынан дәрігер есебінде айта кететін жағдайым осы, мана айттым ғой, инфекциялық ауруханадағы 117 науқас болатын болса, оның ішіндегі 10-ы реанимациялық жағдайда ауырып жатқан науқастар болатын болса, мен дәрігер есебінде, директор есебінде осы науқастардың 100% вакцинация алмағандығына келтіріп беремін. Яғни көзіміз ғылыми түрде медициналық тұрғыда дәлелденген жаңағы лабораториялық деңгейде тексерістен өткен вакцинаның дүниежүзілік денсаулық сақтау қауымдастығы арқылы қауіпсіздігі болғаннан кейін ғана рұқсат етілгенін мен айта аламын. Яғни манада айттық қой, спутник болсын, қандай вакцина болсын, бұл адамға ең бірінші осы індетке қарсы иммунитет қалыптастыру, соның әсер ету механизмі сол тұрғыда жасақталған. Күні бүгін халық арасындағы вакцина алған адамдарда ауырып жатыр деген ақпарат тарады, және оның не қажет, егер де ол вакцина алған адамдар ауыратын болса деген сияқты көзқарастармен олай жауап береді. Манаға айтқандай, вакцина алмаған адамдардың арасындағы
өлім жітім көбейді және стационарлық емді қажет ететін асқынулар, яғни компьютерлік томографиялық зерттеу нәтижесінде 70-80% өкпе ткандерінің зақымдалуы осы вакцинаты алмаған адамдардың арасында байқалуда. Вакцина алған адамдардың арасында аурушаңдық көп емес, білең-сараң ауырған адамдар ол үй жағдайында жеңіл түрмен ауырып жатыр, олар стационарлық емді қажет етпейді. Яғни интернет желісінде де осы вакцинаны ойлап шығарған ғылыми институттарында түсіндірме жұмысында да айтқан болатын, осы вакцина бұл иммунитетті қалыптастырады. Науқас ауырған жағдайда да бұның асқынуына болмайтындығына және аурудың жеңіл түрде өтетіндігіне туралы көп түсіндірме жұмыс жүргізілді. Яғни қазіргі енді осы індеттен құтылудың бірден бір тиімді жолы вакцина болып тұрған әрине өз дәлелденді осы. Әрине халық күмәнді қарады, бірақ қазіргі таңда орталық емханада халықтың келу жаман емес, күніне 100-120 дозға жақын халық салынып жатыр. Бұл туралы оң көзқарас қалыптасты деп ойлаймын. Яғни осы эфирді пайдалана отырып та аудан тұрғындарына бір айта кететін жағдай, ауырып асқыну болғанша енді ауырмаудың жолын ойлау керек. Вакцинация алуға баршаңызды шақырамын. Енді Арадан бір сұрақ келіп тұр, екі сұраққа осы жауап беріп өтсеңіз. Аурудың бастапқы белгісін сезінген адам жедел жәрдем шақыру керек пе, әлде ақыл тест тапсырып анықтау керек пе? Ақылға барамын деп жолда басқа адамдарға жұқтырып, қаупі артып кетпей ме? Әрине мана айттық қой. Ең бірінші, егер де симптом белгілері байқалған жағдайда, ең бірінші самоизоляция, ең бірінші оқшаулану керек. Үйдегі әке-шешеміздің, бала-шағаның қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Учаскелік дәрігері арқылы мобильдік топ үйден ақысыз ПЦР сынамасы алынады симптом болған жағдайда. Учаскелік дәрігер шақырып, мобильдік топ шақырып, айтылып кетті. Жедел жәрдемді шақырту керек, егер де қандай да бір өзін жағымсыз сезінген жағдайда және жедел жәрдем көмек қажет ететін жағдайда. Хаят Қазыбаев ауданға қашан келеді дейді? Ол туралы қазір нақты ақпарат жоқ. Хаят вакцинасы келмейтін шығар. Қазір енді спутник V вакцинасы жаңағы толық қамтамасыз етіліп отыр, қажеттілікке байланысты. Және мемлекеттік деңгейде жаңағы Pfizer еуропалық вакцинаның келу туралы келіссөздер жүргізіліп жатыр деп айтылды. Ол енді сентябрь-октябрьдің шамасында болу керек деп айтылды. Ал Қазбақ вакцинасы бұл енді Қазақстан өнім болғандықтан, бұның енді өндірістік мүмкіншілігіне байланысты шыққан дозы орталықтандырылған бөлініп отырады. Спикеріміз қазір осы бір жарымда болады жиналысқа да асығып отыр. Енді соңғы бір сұрақты қойып өтейік, қазір келіп түсті. COVID-19 болып ауырып шыққаннан кейін 14 күн үйде карантин режимін ұстап емделіп жаттым дейді. Ендігі сұрағым, жазылғаннан кейін басқа қалаға шыға аламын ба? Ашық программасымен кіріп шыққанда менен қандай цвет көрсетіп, қандай статус қандай болып тұрады? Көбісі айтады, басқа қалаға шыға алмаймыз, және де ашық программасынан қызыл шығып тұрады дейді. Сол жөнінде айтып өтсеңіз екен. Енді ашық программасы ол автомат түрде жүргізіледі. Науқас ковид ауруына шалдығып карантиндік күндері біткеннен кейін ол автоматты түрде ашық несінен алыну керек, және ол нейтральный ауысу керек. ПЦР сынамасын жаңағы повторный ПЦР сынамасы тапсыру қажет етпейді. Карантин біткеннен кейін өзі автоматты түрде жаңа айтып өзгереді. Сұрақтар қазірге уақыт болып қалды енді. Сізге де көп рахмет осы тікелей эфирімізге келіп қатысқаныңызға. Дәрігерлерге де көп алғыс айтамыз. Сондықтан алғыс аяқтарынан тік тұрып, әрбір науқастың өміріне араша түсіп, қаржылық танытып қолдауларын толық және кіріс атқарып жатқан барша дәрігерге алғыс білдіреміз.
еңбектеріңіз адамдарға тек қуаныш пен шипа сыйласын. Рахмет. Рахмет. Сау болыңыз.